Жетісу облысындағы 5 ауданда ауылдық округ әкімдерінің сайлауы өтіп жатыр. Жергілікті халықтың өз таңдауын жасау үшін 29 сайлау учаскесі ашылған. Солардың біріне аймақтағы меншікті тілшіміз Шыңғыс Қалиден барды. Қазір ол ауыл тұрғындарының өздеріне берілген мүмкіндікті қалай пайдаланып жатқанын айтып береді. Кербұлақ аудандағы 3 ауылдық округте сайлау өтіп жатыр. Солардың бірі мына біз тұрған Жоламан елді мекені. Бұл әкімшілік аумақтың құрамына іргелес жатқан Сәмен және Жоламан станциясы да кіреді. 3 ауылда 1000-нан аса сайлаушы тіркелген. Олар таңертеңнен бері келіп өз таңдауларын жасап жатыр. Көпшіліктің қолдауына ие болған әкімнен тұрғындар зор үміт күтеді. Себебі іргетасы 60 жыл бұрын қаланған ауылда шешілмеген әлеуметтік мәселелер көп. Ауылымыздың көркеуіне, Құдай берсе, мәдениет үйін салып жатыр. Ауылда ауыз суын проблемасы бар, жол проблемасы, енді ондай бәр жерде бар ғой, соны осы әкіміміз бұйыртса шешіп береді деп ойлаймыз. Біздің жоламанымызда үлкен той болып жатыр. Жоламанымызға 60 жыл болды. Өте қуаныштымыз. Бүткіл халық болып, жұрт болып, ел болып, міне Сәмен мен Батыр, Жоламан Батырдың ортасында қазақ үй, палатка құрып, бүткіл халық концерт, көкпар, бәйге айтыс өтіп жатыр. Өте керемет, бұл жерде үлкен той болып жатыр, біз қуаныштымыз. Жалпы Жетісу облысының Ақсу, Көксу, Кербұлақ, Ескелді және Сарқан аудандарындағы 8 ауылдың әкімі жаңадан сайланады. Сайлауға түсуге 21 үміткер өтініш берген, соның 7-і партия атынан ұсынылды. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.